Менің отаным Қазақстан туристік өлкетану экспедициялық жасақтарының республикалық слеті. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің жоспарына сәйкес халықаралық тұрақты туризм жылы және Экспо 2017 халықаралық көрмесімен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 25 жылдық аясында 2017 жылдың 23-24 маусым күндері Маңғыстау облысында Менің отаным Қазақстан туристік өлкетану экспедициялық жасақтарының республикалық слеті өткізілді. Слет Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылы Сәду Нұрниязұлы атындағы мектеп-интернаты мен Отпан тарихи-мәдени кешенде және Ақтау қаласындағы білім инновация лицейі мен Маңғыстау туризм колледжі базасында өтті. Слет мақсаты балалар мен жастардың патриоттық сезімін және азаматтығын тәрбиелеу. Экспедициялық жасақтардың туристік өлкетану қызметін жандандыру арқылы салауатты өмір салтын насихаттау. Бос уақытты мағыналы ұйымдастыруға бағытталған мәдени танымдық жоба. Республикалық слет балалар жасөспірімдер туризм мен өлкетануды насихаттауға, білім беру ұйымдарында туристік жұмысты жандандыруға ықпал етеді. Слетке облыстық жарыстардың жеңімпаз топтары, яғни жалпы орта білім беру ұйымдарының 14-15 жастағы 14 облыстан 16 топта 128 білім алушылар қатысты. Қатысушылар бос уақытында Маңғыстау ауданының орталығы Шетпе кентінде орналасқан Серікбол Қондыбай атындағы мемориалдық мұражайда экскурсияда болып, түрлі спорттық шараларға қатысты. Все хорошее оставляло в этом доме. Республикалық слеттің ережесіне сәйкес 23 маусым күні қатысушылар Отпан тарихи-мәдени кешенде өлкетану зерттеу жобаларынан туған өлке соқпақтар тақырыбында өңірде өткізілген туристік экспедицияның презентациясын, Сөнбес жұлдыздар тақырыбында танымал қоғам қайраткерлері, жазушылардың, ғалымдардың, еңбек ардагерлерінің өмір жолдарын қорғады. Ең ауқымды этап туристік бақылау бағдарында қатысушылар аспалы жол мен параллельді өткелден өту, томардан өту, жіп байлау, таудан түсу, прусикпен жоғарыға шығу, топографиялық белгілерді анықтау, жарақаттанушыға алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша 8 этаптан өтті. Құс үйшігі акциясында топтардың өз қолдарымен табиғи материалдан жасалған құс үйшіктері бағаланып, Ақбота паркіндегі ағаштарға ілінді. Барт әндері байқауында қатысушылар гитарамен топ болып және жеке ән шырқады. Аузары жармыш суыңай, ағашты оңдың, сенен сұлу жер бар ма? Маңғыстаудың бойында. Жиырма 24 маусым күні Ақтау қаласының көрнекі жерлері бойынша экскурсиялық бағдарлану жарысы өткізілді. Әр 3 кезеңге 2 адам қатысуы есебімен 6 оқушы бақ сынады. Жарыс қатысушылары мылқау картада белгіленген бағыт бойынша бақылау пунктін анықтап тапты. Қатысушылар әр ескерткіштерге байланысты тестілік сұрақтарға жауап берді. Маңғыстау туризм колледжі базасында жартасқа шығу жарысы өткізілді. Топ құрамы 2 қатысушы, яғни бір ер бала, бір қыз бала. Топ жасанды рельефтегі трассадан өтті. Ел ертеңі білімді, талантты жастар.